Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Анатомия, физиология және мектеп гигиенасы сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз дәрумендер тақырыбына арналады. Барысында дәрумен дегеніміз не, дәрумендердің маңызы, жіктелуі, негізгі қоры, физиологиялық әсері, минералды заттардың гигиеналық маңызы және дәрумен жеткіліксіздігінен пайда болатын ауруларға тоқталатын боламыз. Дәрумендер дегеніміз не? Ағзаның дұрыс дамуы мен өсуі үшін өсімдіктер мен мал өнімдерінен алынатын азық-түліктердің құрамында кездесетін органикалық қосылыстар дәрумендер деп аталады. Витамин, вита өмір, тіршілік, амин, аммиак қалдығы деген мағынаны береді. Дәрумендердің адам ағзасында қандай рөл атқаратынына тоқталып өтейік. Ең алдымен ағзадағы зат алмасу процестерін жақсартады. Ағзаның әртүрлі жұқпалы ауруларға қарсы күресу қабілетін күшейтеді. Адамның жұмыс істеу қабілетін жақсартады. Адамның дене және ой еңбегін арттырады. Ағзаны энергиямен қуаттандырады. Дәрумендер екі үлкен топқа жіктеледі. Майда еритін дәрумендер тобын липодәрумендер деп атайды. Суда еритін дәрумендер тобын гидродәрумендер деп атайды. Адам ағзасында кальций, фосфор, натрий, хлор элементтері көп, ал бром, магний, йод, темір өте аз кездеседі. Табиғатта кездесетін 110 элементтің 80-ге жуығы тірі ағзаларының жасушаларының құрамында кездеседі. Олардың жасушадағы мөлшеріне қарай 3 топқа бөлінеді. Бірінші тобын макроэлементтер деп атаймыз. Олар 99%-ді құрайды. Ион түрінде кездесетін элементтер 1%-ді құрайды, ал микроэлементтер 0,1%-ді құрайды екен. Назарларыңызға ағзаға ең қажетті дәрумендер туралы және минералды заттардың маңызы жайында бейне материал ұсынамын. Тақырыпты бейне материалды көргеннен кейін одан ары жалғастырамыз. Адам ағзасындағы биохимиялық реакциялардың көпшілігінде дәрумендер маңызды рөл атқарады. Келесі дәрумендер өте маңызды. С дәрумені сүтқоректі ағзалар үшін аса маңызды. Себебі коллагеннің жасалуында ерекше рөл атқарады. Ал одан қаңқаны құрайтын дәнекер ұлпасы жасалады. А дәруменін сондай-ақ ретинол деп атайды. Себебі оның көру үдерісінде, әсіресе тор қабықтың тиімді қызметінде маңызы зор. Бұл дәруменнің жетіспеуі көру қиыншылықтарына немесе соқырлыққа әкелуі мүмкін. К дәрумені ағзаға К1 дәрумені түрінде сіңеді. Ол жасыл көкөністерде және кейбір өсімдік майларында болады. Ол қан ұю үдерісіне қатысатын протромбиннің өндірілуін реттейді. Д дәрумені сүйек пен тістің қалыпты құрылымын сақтау үшін өте маңызды. Себебі ол сүйектің басты компоненттері кальций мен фосфордың аш-ішекке сіңуін ынталандырады. Б12 дәрумені жасуша бөлінуі кезіндегі нуклеин қышқылдарының тиісті синтезделуі үшін маңызды. Бұл дәруменнің жетіспеуі эритроцит өндірілуінің бұзылуына әкеледі. Минералдар адам ағзасында құрылымдық қызмет атқарады. Олар коферменттер мен жоғары энергетикалық құрылымдардың компоненттері болып табылады. Минералдар қышқыл сілтілі тепе-теңдікте маңызды және жүйке импульстерін тасымалдауда басты рөл атқарады. Су мен тұз минералдардың көзі болып табылады. Астың құрамында әдетте ағза қажет ететін мөлшерден артық калий, натрий мен хлор болады. Калий бұршақтарда, жаңғақтарда, картоп пен бананнан табылады. Сонымен қатар ас тұзы, балық, нан және ет өнімдері де, мысалы сүрленген және консервіленген ет, натрий көзі болып табылады. Ас тұзы, ет өнімдері мен ірімшік хлордың басты көздері. Ұсынылған күнделікті қабылдау мөлшері 900-1200 мг кальций. 700-1200 мг фосфор. Ер адам үшін 15 мг және әйел адам үшін 18-19 мг. Атлеттер үшін 40 мг дейін темір
және магний ер адам үшін 370 мг, әйел адам үшін 300 мг, атлеттер үшін 1000 мг құрайды. Сүт пен сүт өнімдері, ірімшік, бұршақтар мен сардина, майшабақ сияқты балықтар кальцийдің мінсіз көзі болып табылады. Фосфор бұршақтар мен ас бұршақта, ірімшікте, етте, балықта және сұр нанда кездесетін макроэлемент. Темір мал өнімдерінде кездесетін темір гемі түрінде анағұрлым оңай сіңіріледі. Алайда темір жүгері қауызы, фисташки, ақжелкен, асқабақ дәні мен какао сияқты азықтарда да кездеседі. Какао, қарақұмық жармасы, асбұршақ, бұршақ, сұр нан және макарон магнийдің негізгі көздері. Минералдар адамның дене массасының 5%-на жуығын құрайды. Олар физиологиялық үдерістерді реттеуге жауап береді және ағзадағы ұлпаның құрылымдық элементтерінде маңызды рөл атқарады. Кальций мен фосфор сүйек ұлпасының негізін құрайды. Натрий мен калий иондары жүйке импульстарын өткізу мақсатында бір-бірімен өзара әрекеттеседі. Темір атомдары гемоглобин ретінде белгілі оттегі тасымалдаушы компоненттер болып табылады. Мыс та осы қосылыстың синтезінде маңызды рөл атқарады. Магний бұлшық еттердің, оның ішінде жүрек бұлшық еті мен жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Фтор тіс эмалінің беріктігіне жауап береді және тіс шегінің алдын алады. Йод қалқанша без гормондарының құрамына кіреді. Күкірт құрылымдық ақуыздар құрамына кіреді. Тері, тырнақтар мен шаш сияқты түзілістерінің құрамында болады. Бейнематериалда берілген ақпарат ықшам түрде, кесте түрінде берілген. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Тағам құрамындағы дәрумендерді сақтау үшін бірқатар ережелерді ұстанған жөн. С дәруменінің сақталуы үшін жемістер мен көкөністердің қабығын жұқа етіп аршу керек. Көкөністерді пісіру және пайдалану алдында ғана қабығынан тазартып кеседі. Тамақты креукемен, яғни эмальмен қапталған немесе алюминий ыдыста дайындаған жөн. Қабығы аршылған картопты қарайып кетпес үшін суға салып қояды. Көкөністі қайнап жатқан суға немесе сорпаға салып пісіреді. Егер көкөністі суға пісірсе, оның мөлшерінің аз болғаны дұрыс. Адам ағзасында витаминнің жеткіліксіз болуын авитаминоз деп атаймыз. Витаминнің мүлдем адам ағзасында мөлшерден тыс төмендеп кетуін гиповитаминоз деп атайды. Ал кез келген витаминді қалыптан тыс көп беру де ауруға шалдықтырады. Мұндай ауытқуды гипервитаминоз деп атайды. Витаминді бірден көп мөлшерде қабылдау да кері әсер етеді, яғни ол ағзаны уландырады. Адам ағзасына витамин жеткіліксіздігінен пайда болатын аурулардың жиі кездесетін түрлеріне тоқталып өтейік. Жүздеген жылдар бұрын желкенді кемелер әлем теңіздері мен мұхиттарын кезгенде теңізшілер құрық құлақ деп аталатын ауруға шалдыққан. Оның белгілері қызыл иектің қабынуы мен тістің түсуі. Көп уақыттан соң ғана құрық құлақты С дәруменінің жетіспеуінен болған авитаминозбен байланыстырған. Бұрынғы кезде ұзақ теңіз саяхатында қолданған азықтың басты түрі осы дәруменнің аз ғана мөлшерін құрайтын тұзды ет пен дәнді дақылдар болған. Жас жеміс пен көкөніске толы диеталар С дәруменіне қатысты дене қажеттіліктерін толықтай қанағаттандырады. Бұл дәрумен көптеген жемістер мен көкөністерде, әсіресе цитрусты жемістер мен бұрыштарда кездеседі. С дәрумені денемізде көптеген қызмет атқарады. Жасушаға вирустың енуінің алдын алады. Сол себепті тұмау кезінде С дәруменінің көбейтілген мөлшерін белгілейді. Сондай-ақ С дәрумені жарақаттардың жазылу үдерісін жылдамдатады.
Д дәруменінің аса маңызды рөлі сүйектің негізгі құрылымдық бөлшегі болып табылатын қандағы кальций мен фосфордың сіңірілуімен байланысты. Д дәруменінің балаларға маңызы зор, себебі олардың сүйегі өте жылдам өседі. Д дәруменінің жетіспеуі сүйек өзгерісіне әкелетін мешел ауруына себеп болады. Д дәрумені денеден синтездеуге болатын аздаған дәрумендердің бірі. Ол күн сәулесі түскенде тері астындағы заттардан түзіледі. Күн астында тәулігіне 10 минут болу осы дәруменнің бір тәуліктік мөлшерін қанағаттандырады. Сонымен білім алушылар, менің тақырып бойынша шағын дәрісім аяқталды. Сіздерге практикалық тапсырма. Дәрумен жетіспеуінен пайда болатын ауруларға шолу жасайсыздар. Кестеде аурудың аты берілген, қай дәруменге байланысты және аурулардың негізгі белгілері, сол ауруды болдырмау шараларын анықтап жазасыздар. Бұл тапсырманы орындауға сіздерге 20 минут уақыт беріледі. Келесі тапсырма: суретке қарап ауруларды анықтаңыздар. Яғни ауруларды сипаттайтын суреттер берілген, аурудың атын атап жазу керек. Келесі үшінші тапсырма: 10 сұрақтан тұратын тест сұрақтары берілген. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Тест сұрақтарын шешіп болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс жауаптармен салыстырыңыздар, жұмыстарыңызды бағалаңыздар. Сонымен, дәрумендер тақырыбына арналған сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.